Ardaқты dostlar, ең әуелі сіздерге Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан жазушылары атынан жалынды достық сәлемін жолдаймын. Баршаңызға саушылық пен табыстар тілеймін. Мен бұл сөзді неден бастасам екен деп ойлағанда, мынандай бір жай еске түсті. Bir жан әлде бір сұхбатта көргенді айтайын ба, естігенді айтайын ба депті. Сонда сыншы тыңдаушысы көргенді айт. Себебі көрген шын, естіген өтірік депті. Алғашқы кісі өтірік пен шынның арасы қанша дегенде, әлгі сыншы екі арасы тым жақын. Төрт ақ елі көзбен көрген шын, құлақпен естіген өтірік депті. Өзімшілдікпен емес, тек бір сәтке жаңағы сыншыны қостағандықтан, өз өмірімде, өз көзіммен көрген кейбір жайларыма негізейін. 6 жасар шағымда үлкен әкемнің киіз үйінде бір күні қағазға жазылған өлең көрдім. Үлкендер әндетіп, бала таулы өзіміз шырқатып жүрген ән сөзі қағаз жүзіне үнсіз, жым-жырт қонып жатыр дегенге таң болдым. Атам бұл сөз Абай ақын өлеңі дегенде әсіресе хайран едім. Ералы жайлауындағы бар ауылдарымыз өзі жоқта да сөзін көріп, тыңдап отырғаны Абайға қандай жақсы екен деп ойлап едім. Сол Абай 60 жыл өмір жасап, өлеңдері тек жазба күйде, тек жайлауларға ғана мәлім болып дүние салды. Ол менің 6 жаста көргенім еді. Ал бүгін 60 жасында сол Абай жөнінде көзбен көріп тұрғаным өзгеше шындықты айтады. Абай мұраларын өз тілінде тек қазақ қана емес, орыс, өзбек, түркмен, тәжік, қырғыз және басқа да көп тілді отанымыздың көп елі өз тілінде оқиды. Абайдың өзі өмірі туралы кинофильм, опера, трагедия және 4 томдық роман жазылды. Сол роман 25 тілге аударылып, Абайдың өмірі мен дәуірін өткен ғасырдағы халқының болмысын баяндайды. Қазақ халқының Алматыдағы академиялық опера балет театры Абай атымен аталады. Бұл менің Қазақстанда бүгін көріп тұрған жайларым. Мен осыны айтып тұрған шақта сіздердің есіңізге қазір біз отырған осы Науаи атындағы бір туған өзбек халқының театры да келген болар. Ұлы Науаи мұрасы мен өмірі бойынша туған өнерлер тұр көз алдымызда. Ол созылған ән, сызылған би, салтанатты сән, тамылжыған күй түрінде өзбек әнші, биші өнерпаздары көрсетер көркі. Ол ғана емес, санам ғана сезбейді, көзімді көріп тұрғандай. Бір сәт тағы бар. Ол менің қадірлі досым, асқан ақын, және роман жазушы, өзбек жазушысы Айбектің 6-7 жасар шағы. Ол да сонда Науаидің Чардиван жолдарына барынтасымен үңілген күйде көрінеді көзіне. Ал бүгін оның Науаи жөніндегі романы одаққа түгел жайылды. Талай-талай достарымызға жетті. Мен Чехословакияда, Совет Чехословакия достық айын өткізген кезді көрдім. Сонда чех пен словак оқушыларының көптен көбі өзбек халқының өткен шағын Айбектің Науаи романын оқып танумен болды. Дәл сондай күйде біздің даңқты жазушымыз, Орта Азия Қазақстан жазушысы бәріміздің ардақты ағамыз Садриддин аға Айнидің Бұхара романы жөнінде де көрдім, көзбен көрдім. Бұл еңбегінде Садриддин Айни өзінің балалық шәкірттік шағындағы Бұхараның естен кетпес көріністерін бейнелейді. Атақты медресе Мирараб тірлігін ерекше шебер суреттеумен қатар, өз халқының, өз басының нелер толқынды күйлерін аңғартады.
Hazırkı şaqta Bukhara romanı dünya yüzündeki köp elder tiline göçtü. 1928 yılı Frunze'de Astana'da men zor bir medeniyetlik, tarihtik tabısqa şurastım. Sol şaqtarda bükül elemdik halk öneri tarihtarındagı en ulu dastan Manastın en birinci ret, en toluk türü yazılıp bolgan eken. Onu udayı 4 yılday Devleskör Jomokşu ayet Sağınbay Orazbaqulu fikirlaptı da Mugallim Abdurrahmanov 10 top kitap kıp yazıp aptı. Jol sanı 240 ming eken. Son şaqqa deyin köp gasır boyu akımdıktın anık tenizi tek kana Kırgız Jomokşu ırşılarının ağzında gana жүрgöndü. Osu Manas söndü, bugün yeni göremin. Kırgızdın algaçkı dekadasında Moskvada Manas takırıbı boyunca yazılgan opera Ayşuruk koyuldu. Sondağı zor tulgalar, sarındarın, enderin Kırgızdın askan şehir önörpaz artistkeler orundadı. Bunda da tiyatr öneri münde bolmagan küydün osu artistlerдің öz ömürünün gana işinde şar kurup, örülüp ösken asa önörlü tiyatrдің küy körkün göremiz. Tağı da bir sat, edebiyetinde ulu tabısı, önör bilimde mol örüsü var, kadirli tuğan elimiz Türkmen halkının zor bir erekşe önögösün göremiz. Bu ülgüsü başka barlık ellerimizge şunu önögö bolganday. Halkaralık dostluk jalgastın ülgüsü. Türkmen okumusları bastap, darındı akımları engek etip, Türkmen tiline Indiya halkının ulu murası mahabbaratının toluk aldırmasını jasagan. Sütüp menin tuğan respublikalarında, bizden çıgısta, menin öz gözümşe, öz ömrümde bolmuş tuğan tuğustun bir neşe gana nıskaların şının gana ekşep ayttım. Endi bir gana köz görgöndü, aytıp tınayın. 1917 yılı jogargı okuga түссем dep, жүрgön şagımda barlasam, barlık Aziyalık Rossiyada, Sibirmen kıyır şıgısında koskanda, жалгыз gana Tomsk Üniversiteti var ekenin görgön. Al bugün Orta Aziya Respublikalarının Kazakistan'ın özünde gana däl 80'di jogargı oku orunları var ekenin. Ja bugünkü Eymandos Kadirli Astanamız Taşkent'in bir özünde, däl bilgünde 16 jogargı oku orunu var. 1917 yılda Rossiyanın 2 astanası Moskva ve Peterburg'da da 16-17 jogargı oku orunları boluşedi. Bugan şeyinden bizden edebiyat bilen önördögü ösü damudun işten özüm gana görgönünün 100'den birin gana atıp ettim. Жалгыз gana adam ömründe şak gana şakta san gasırlar joldarın bası bozduk. Erine bunşalık körköyüp örkündü tek gana Oktabr revolütsiyası azirlet sepken uruk ben dännen tuğup oturganı barşaga şamday aykın. Edebiyetlik çıkarmalık prosesinin key bir arnavlı problemalı meselesine sel toktayın. Bu rette ultuk türmen bizden hadis sosyalistik realizm hadisine nazar audarayın. Osnav jayga öňüle oylangan şakta ultuk türdün kanday erekşe problemasi en aldımen oralar. Bizden şabamızça ultuk türdün janalıkları bir neşe ulu satlerden toğusup kaynasu, korutulu kalpınan tuvadı. En evveli barşalık halık oğumuna jat bötön bop, talgavuna tatımaytın, janalıkka jakbaytın jaylardan arıla ösü var. Bu sınmen ekşep talgav. Sonымен jalgas ozgun öskölön jaksının bärin kömökkä alıp kerekli jaratı var. Marksçıl, Leninçıl estetikanın negizgi bir şındığı sıra osunda. Ekinci, ultuktur degenimiz jana dasturlar tuğdurup, özgörüp ösetin, jana körkömdü hasiyetleri tabatın dünya. Üçüncü, sol ösü damı jolunda ultuktur jana sanaga iyi bolganda bizden otanmen bar alemdeki önörlü elder edebiyatının çevirlengen türlerinin ülgetip alasıdı.
Осы аталған халдардың бәрі де барлық әдебиеттерімізде халықтар достығының игі топырағында аясында дамиды. Ол достықтың ең асыл нәрі іргесі доста барды асыл артықты ерікті түрде ауысып алумен, көмек керекке жаратумен, сол арқылы екі жақты өсу, гүлдеу болмақшы. Сәбеттік шығыстың көп әдебиетіне осылай үлгі алысу жолымен жаңа жанрлар кірді. Проза, драмалар, озғын елдердің реалистік дәстүрлері ретінде келді. Сондайлық биік өнерлі жаңалықтарды біздің оқушыларымыз өз халқының тарихындағы өзіндік өсу заңы деп, дәл өзінің халықтық жан тамырынан тараған өз жанының үні деміндей қабыл алды. Өзбек қырғыз түрікмен романын оқушы өзбек қырғыз түрікмен азаматтары өзінің ұлттық өрнегі деп таниды. Жаңа жанр түрменен көркейген халықтық көркемдік ойдың шабытты шарықтауы деп біледі. Сондайлық жаңа түр тілімен ғана ұлттық емес, соның үстіне бейнелеген өмір қалпымен де ұлттық. Бұнда халықтың жан жүйесі, мінез әрекеті, тіл теңеу көріктеу кестесі және адамдық қарым қатынас машықтары бәрі де ұлттық өзгешеліктерді таныта келеді. Сөйтіп, социалистік ұлттардың әрбірінің өнерінде өзінше өздік ерекшелік ретін қалыптайтын ұлттық түр бар. Және бар ұлтымызға ортақ идеялық тарихтық мұрат мүдде, мақсұт мерзім және де бар. Көркем әдебиет жайына келгенде біз ұлттық түр тек тіл көлемінде ғана болады деп ойламаймыз. Әдебиеттік әлденеше ерекшелік, әсіресе поэзия түріндегі ерекшелік, ұлттық түрдің ауыспай өзгермей тұратын бітімі бопта жүреді. Ұлттық түрдің тағы бір елеулі мәселесі, кейбір көне тартқан ескіден арыла жаңғыруда. 19 ғасырдағы біздің классиктеріміз өздерінің тарихтық міндеті деп білгені іздену өрістерін орыс классик әдебиеті және сол арқылы әлем әдебиетінің озғын дәстүрімен жақындастыру деп біліскен. Солай еткендер Абовян, Чавчевадзе, Ахундов, Татагуров, Абай, Тоқай, Садреддин Айни, Хамза Хакимзада Ниязи болатын. Тарихтың жаңа кезеңінде ұлттық түрді соларша дамыту анық халықтық арманы деп біліп, біз артқылар көп үлгі сабақты солардан алдық. Олар бастаған жаңалық игіліктің ең ұлы қасиеті осындеді. Біздің классиктеріміз еліктеуші, солықтаушы болма, озған орыс әдебиеті мен әлем әдебиетінің асыл дәстүрін өрі мен төріне тең етіп сіңіре білді. Сол дәстүрлерді өзің жаңа байыта түстеп өсиеттеді бізге. Ұлттық түр жайлары жүйешіл ойды, енді социалистік реализм проблемаларын бүгінгі біздің халықаралық дамып келе жатқан қатынас жалғасымыз ретінде де нық ескеру шарт етеді. Біз социалистік реализмнің жүйелік жайларын Азия, Африка елдерінің өнерпаздары қалай шеше жүргенін білу, тануға ынтықпыз. Осының бәрін дос әдебиеттердің, жеке жазушылардың, жазушылар одақтарының өзара байланысын күшейту үшін және өсу дамудың мән-нәрін молықтыру үшін ескеруіміз шарт. Өздерінің идея мүддесіне нық берік біздің жазушыларымыз барлық ұлы отаны мен тұтас адамзат қоғамының прогресіне еңбек етеді. Бар шыны жаны мен құл болған халықтар азаттығы үшін алысып келеді, алыспақшы да. Бұрын да, бүгін де, ертең де халықтар теңдігі мен әлем бейбітшілік үшін алысады ол жазушылар. Енді қысқа сөздің соңында менің ең алғаш бастаған жөніме бір сәтке қайта оралуға рұқсат болса, тағы бір көз көргенді айта кетейін. 1957 жылы Японияны аралап жүргенімде, Япон халқының
bir naqılını estigen. Sen Nikkonu görmegen bolsan, gajayip degen sözді қолдым ba deydi eken sol naqıl. Al men sol Nikkoga bardım da, sol bir жердің şınayı can tamarqar körkün gördüm. Sonu eski ala bir gana tilek aytar edim. Bizдің de осы konferensiyada körgönümüz ben tanıganımız, tüygönümüz sonunda aytar, qorutundumuz gajayip bolsa eken.